Сәлеметсіздер ме, балалар? Қайырлы күн. 4-ші сыныптың дүниетану пәнінің 16-шы сабағы. Сабақтың тақырыбы әр алуан тапсырмалар. Өткен сабақты қайталау мақсатында тест тапсырмаларын орындап өтейік. Қазақстан Ғылым Академиясының тұңғыш президенті болып кім сайланды? Өлкенің өткен өмірін баяндайтын қандай мұражай деп айтылады? Теміржолшылар күнін қандай маман иелері атап өтеді? Балалар, жауаптарымызды тексеріп көрейік. Балалар, келесі тапсырмаға назар салайық. Тарихи мәліметтерді салыстыр. Бабаларымыз сақтар, ғұндар мен түркілер әртүрлі тарихи кезеңдерде өмір сүрген. Олардың киім киісіндегі ұқсастықтарын сен қалай түсіндірер едің? Қанекей балалар, енді кестені толтырайық. Кестенің бірінші бағанына материалдық мәдениетке жататын, екінші бағанына рухани мәдениетке жататын заттар мен ұғымдарды жазып шығайық. Балалар, жауаптарымызды тексеріп көрейік. Келесі тапсырма картамен жұмыс. Қазақстанның пайдалы қазбалар картасынан 61-ші беттегі көмір, мұнай, темір, мыс, хром кендерін өндіретін жерлерді пайда болған қалаларды тап. Ол қалалар қалай аталады? 5-ші тапсырмадағы мәтінді түсініп оқып, мына сұрақтарға жауап берейік. Медицина қызметкерлерінің күні неге әртүрлі елдерде бір күнде аталып өтіледі? Екінші сұрақ. Қай күні дәрігерлер өздерінің кәсіби мерекесін атап өтеді? Сау болыңыздар.